Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге өте дәмді, жұмсақ болып шығатын май самсаның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен таза ыдысымызға ыстық суымызды құямыз, тұзымызды саламыз, үстінен сұйық майымызды құямыз. Жақсылап араластырамыз ерігенше, еріген соң үстінен ұнымызды саламыз. Менімен бірге видеоның соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Және де каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың одан ары дамуына септігіңіз тигізе кетіңіз. Жақсылап араластырып, қатты емес, жұмсақта емес, орташа қамыр илейміз. 5 минутқа қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз, яғни ортасына салатын 500 грамм картошканы пісіріп аламыз суға. Үстінен дәміне қарай тұзымызды, қара бұршымызды саламыз. Сары майымызды саламыз. Сүтімізді құямыз, жақсылап араластырып аламыз. Көк пиязымызды тураймыз. Бір бума, яғни бір бас көк пияздың жартысын турадым. Жақсылап араластырамыз. Қамырымызды қайтадан зуалалап қойып қоямыз. 3 мәрте солай жасаймыз. Зуалап қойып қоямыз, июін қандыру үшін. Үшіншісінде осылай жұп-жұмсақ болып тұрады. 4-ке бөлеміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, қазақша каналдың онан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, және де осы видеоны туысқандарыңызға, достарыңызға жіберіп бөлісіп отырсаңыз. Сонымен қатар менің каналымда ерекше бауырсақтардың рецептері бар, және де ерекше хворстардың, пирогтардың, сонымен қатар ыстық тағамдардың рецептері бар. Каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Май самсаңыздың өлшеміне қарай, яғни пісіретін ыдысыңызға қарай өлшеп кесіп аласыздар. Қамырымызды жайып, ортасына салмасын салып, жан-жағын арнайы кескіш пышақпен кесіп шығамыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, төменге пікіріңізді қалдырып, сонымен қатар туысқандарыңызға, достарыңызға осы видеоны жіберіп бөлісіп отырсаңыз, видеоның соңына дейін менімен бірге болып көрулеріңізді сұраймын. Өте дәмді болып шығады. Салмасының өзі ерекше дәмді. Жұп-жұмсақ болып пісіп шығады. Майымызды құйып, кішкене отқа қыздырып аламыз. Қатты қыздырып жібермеңіздер. Самсаларыңыз, яғни май самсаларыңыз күйіп кетуі мүмкін. Өте ерекше чебуреки болып шығады. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Күшті көтеріледі. Міндетті түрде істеп көріңіздер, бір істегенде сәтті болып шығады.
Міне барлығын осылай пісіріп аламыз. Істеп көріңіздер, ас болсын.